Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздердің назарларыңызға оқушылардың білімін бағалаудағы мұғалімнің іс-әрекеті тақырыбында өткен коучингті ұсынамыз. Конспект әдісі арқылы бастағымыз келіп тұр. Бұл жерде қазір 3 түрлі түсті конспекттер береміз. Өздеріңізге қай түс жақын, сол түстегі конспекттерді таңдасаңыздар. Жасыл, қызыл, сары түсті. Мы сколько подаем? А можно сразу съесть такое? Нет, пока нельзя. Пока нельзя. Сенімді, қайсар, болашақтан көп үміт күтетін адамдар, және тұрақты адамдар осы сары түсті таңдағандар екен. Кім таңдаған? Келесі қызыл түс. Кім қызыл түс таңдады? Қызыл түс шапшаң мінезді, жұмсақ жүректі, жұмысты дәл кезінде орындайтын, тәуекелшіл, қарсыласуға дайын тұратын адамдарды айтады екен. Келіп отырған ғой, келесі жасыл түс. Жасыл кім таңдады? Жасыл түс қайсар мінезді, жұмсақ жүректі, ақкөңіл, қарапайым, қайырымды адамдар, олар сенімді, тұрақты адамдар болып келеді екен. Рахмет. Яғни қазір бәріміз мәселеге шеңбер болса, сіздеріңіз 2-4 беседен таңдап алсаңыздар, бір-бірлеріңізге былай беріп отырасыз. Берілді, оқушылар өзіне керекті салфетка санын алып, келесі оқушыға береді, соны істедік, иә? Соңында оқушылар салфеткаларды санаймыз, және қанша салфетка бар, сонша өмірінде болған қызықты оқиғалар немесе Ең қызықты күшті бұл. енді олардан өздеріңіз жайлы мысалы біз бір-біріміз жақындап білмейміз ғой. Өмірлеріңізде қызықты оқиға ойымда қалып қойған, сол кезде мен даже өзімнің неше жаста екенімді білмеймін. Ну, примерно, может, 3-те шығармын. Сонда армиядан бір ағайым келді да, сосын маған сап-сары көйлек алып келді. Сол көйлек әр көз алдында киіп алып, сондай бір қуаныш сезімде болдым. Ол кісі бүйтіп мені көтеріп, сол менің ойымда қалды. Біреу ма? Екіншісі Алматыға келген кезде мен 4-ші класста бір ауыз орысша сөз білмейтінмін ғой. Содан кейін бірте-бірте үйреніп, сосын мен тәтемнің үйінде тұрдым. Содан кейін ол кісі мені дүкенге жіберді. Сосын осындай смешанный шай алып кел деді. Смешанный шай ол кезде 36-шы шай болған. Содан аралас грузинмен индийский. Смешанный чай, смешанный деп магазинге келсем, смешной болып кеткен ғой. Смешной чай дайте деп. Все ха-ха деп айтады. Күледі, смешной чай деп. Сосын ойлап қойдым, неге күлді мыналар деп. Сосын артынан бірте-бірте үйреніп кеттім. Міне осындай. қазір санайсыздар, мысалы Гүлнар апай санайды да, бір деп. Сол бір адамға қарап санайды. Сол адам 2 деп жалғастырып, келесі адамға қарап, бір-бірлеріңізге қарап санау керексіздер. Онда дөңгелек график ғой. Мысалы, бір де санайды да, Оразгүлге қарап, Оразгүл кімге қарап айтады, сол Бұл тақырыпты ашу мақсатында мозаика кластарымызда қандай тақырып бізде қазір болады, соны айтамыз. бүгінгі коучингтің тақырыбын анықтамақшы. Бірінші топта Қалай ойлайсың? Кері байланыс болып жатса бізде. Енді лестница успеха дейді, әрине соңында ғой. Рефлексия. Иә, кері байланыс болған кезде, қай жерге деңгейге жетті, қаншақты түсінді, бала өзін орнына қойып береді ғой. Бұл баспалдақтан менің бүгін ойым енді. Біз әрбір баспалдаққа көтерілу үшін біз жұмыс жасаймыз. Еңбектенеміз, әртүрлі тақырыптар орындалады. Тақырыптар орындалған кезде мұғалім жағынан немесе топпен жұмыс жасап жатса, әр топ жағынан бағалау, мадақтау деген сөздер болса, біз келесінеге ұмтыламыз. Келесіне ұмтылып тағы біреуін, мен қолымнан келеді, ой жарайсың, сен қолынан келді десе, мысалы, сен істей алмадың, түсінбедің,
сен тоқтай тұр деп жаңағы жақсы оқитын баланы алып кететін болсақ, онда жаңағы бала қалып қалады. Сондықтан менің өзімнің сондай жақсы деп мақтамаймын. Мен сондай жаңағы білмейтін сондай балаға қатты не қылғанды жақсы көремін. Мотивация беріп алды. Сол жағында мотивация берсек, бағаласақ, дұрыс бағалап, мақтасақ, бала ұмтылып келесі баспалдаққа шығады. Оны білімін бағалаудағы мұғалімнің іс-әрекеті бүгінгі коучингіміздің тақырыбы. Осы тақырыпты бастамас бұрын чемодан әдісін алған болдым. Жаңа не үшін чемодан дедіңіздер ғой. Сол чемодан әдісінде алдыларыңызда стикер тұр ғой. Сол стикерға бүгінгі сабақтан не үйренгілеріңіз келеді коучингтан. Бір сөзбен ғана жазып берсеңіздер. Стикерлар қойған міне соған оқушылардың білімін бағалаудағы мұғалімнің іс-әрекеті. Немізде коучингта дәстүрлі әдіс-тәсілдермен қатар интернет арқылы, онлайн арқылы 2-3 әдіс-тәсілдерді жасаудың түрін алған болатынбыз. Қазір онлайн әдістердің бірі classroomtools.net деген сайтқа кірсеңіздер, Random Group Generator деген шықты. Яғни осы арқылы оқушыларды топқа бөлуге болады екен. Classroom дегенде қайсысы? Classroomtools.net деген. Мына жерге топтағы адамдардың атын жазасыздар да, кім бар мына жерде? Топтағы жазамыздар. Соның астында number of groups деп тұр. Топ саны, қазір 3 топқа бөлейік, мысалы 3 топ деп белгілейміз. 3 топ деп белгілейміз. Өзі бөліп берді. Мысалы, бірінші топ Бақтыгүл апай, Зарина, Қызғалдақ, Жансая. Бірінші топ келеміз. Ауысамыз. Екінші топ, екі ғана қалған жерде. Гүлнар апай, Маржан апай, және Гүлжайна екінші топ. Және үшінші топ Динара, Оразгүл, Гүлім. Үшінші топ. Өзі бұлай айналып көріңіздер бөліп береді топқа. Біздің тақырыбымыз оқушыларды бағалау мұғалімнің іс-әрекеті. Яғни бұл жердегі осы коучинг арқылы мен өзім курс оқып шыққан жақын арада. Яғни біз қазір біздегі мәселе оқушыларды ынталандыру болып келеді. Қараңыздар, қазіргі қоғамның өзекті мәселесі бірі әлеуметтік экономикалық өзгерістер жағдайда өмір сүруге, яғни біз тек қана сабақ бермей, балаларды болашаққа осы берген білімдерімізді өмірде қолдануға біз үйретуді. Оның ішінде баламыз не істейміз? Ынталандырамыз, белсендіртеміз, белсенділігін арттырамыз, кейбір кезде түзетеміз, бірақ балаға дүзу емес, переносный смыслмен біз балаға түсіндіреміз, сіздікі дұрыс емес, қайталап келіңіз, бәрін оқып келіңіз деп. Нақты айтпаймыз, баланың өзін деген самооценкасы түсіп қалады ғой, белгілі өзінше. И және де дамытамыз, ал енді принциптері нақтылық, дәлдік, жүйелік, оны жауап берген сұрағынан талап ету керек. Біз яғни нақты жауап беру керек. Әділдік болу баға қойған кезде бір-бірін бағалаған кезде әділдік болу керек, және жүйелі түрінде бәрі болу керек. Ал енді қараңыздар, критериалды бағалаудың құрылымы. Көрінбей қалыпты дұрыс. Критериалды бағалау кезінде бірінші қалыптастырушы бағалау керек, екіншісі бізде жиынтық бағалау. Біз қазір алып жатырмыз ғой. ДЖБ деген бәрі. Енді бөлім, ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау кетеді. Көрдіңіздер ме? Жиынтық бағалау бізде бөлім кетеді. Жиынтық 90-дық бағалау, білім беру деңгейі бойынша бағалау кетеді. Білеміз. Қазір мысалы, қалай қалыптастырушы бағалау. Әр сабақта, әр қайсымыз, әр тапсырмадан кейін біз оны қолданамыз, білесіздер әріптестерге. Біз енді бірақта көп қолданатын алдық. Мысалы, бірінші бағдаршам артымызда тұр. Бағдаршам 3 түсті, яғни қызыл түсі беді, сары деген орташа, жасыл сабағым сәтті, балам ой деңгейі өтті деген сөз. Қол сигналы қалай? Лай. Ал енді 1 минуттық эссе, яғни мысалы сабақты қорыта келсек, бала не түсінді? Соны тез жаздырып жібереміз да түсінеміз. Қалды жаңағы. Тапсырмаларды орындау кезіндегі нақты қадамдарды көрсететін сипаттама сұратын үдері соңында. Дұрыс, модерация. Басам, бірінші депменде ОБЖ деп тұр, мұнда. Қазір. Енді сұраққа шығады, қараңыз. Сұрақ беріледі. Міне, енді мына жақта сіздерден тұрады. Қайсы дұрыс?
А, Б, С. Қоясыздар, мен де сканерлеймін аяқта. Қайсы дұрыс деп қойып қойған көрсетесіздер былай. Маған қарасың. Мұнда варианттарды көрдіңіз ба? Енді қараңыздар, нам сайт как кіресіздер декрет деген. Біз сіздерге сұрақтар бердік. Ағылшын тілінде, ағылшын тілінде бердік. И қазақстан тарихи бар. Көбінесе ағылшындар болғандық, ағылшын жазушылар бар. Енді сіздер топтық жұмыс бұл негізі әр балаға жеке жасағансыз. Бұл мысалы тест алғым келеді ғой, кейбір балаларда мысалы. Бере саласыз. Мына жақтан сіздер қара ручкамен немесе карандашпен белгілейсіздер. Тест сияқты ғой бізде. Ағылшыншасын белгілейсіздер, қыздар орысшасын дұрыс емес. Ағылшыншасын name деген, иә? Белгілейсіздер. Мына жақта бізде бұл приложениені бірінші сіздер соткаға зигурит деп жазасыздар. Сіздерге оптимальный вариант сол. Ноутбукпен түсінбейсіздер, қиын ол. Аласыздар, мына жақта бар. Ашқан кезде міне. Мен мысалы аштым, қараңыздар. Зигурит деп, менге кончик деп тұр міне. 20 сұрақ. Мен міне идентификейтеймін да, міне мен белгілеп қойдым өзім. Правильный варианттарында. Потом мен қалай тексеремін? Сіздер қазір мынаның жауабын жазыңыздар дейсіз. Мен көрсетемін қалай тексеру керек екенін. Айтпасашы. Қалай. Міне мына қараңыздар, апалар тексерген кезде мұнда фото түсіріп тұрады. Фото түсіріп тұрады. Оны басасыздар да, и міне мына парақша әкеліп тұршы. Иә, мынау сканерлейді. И мұнда қараңыздар, 4 алтын, иә, тұр. Осы қойған кезде alt точканы тура дәлмен қоямыз бүйтіп. И суретке түсіреміз. Жедаяқ әдісі, яғни бұл жерде әр сабақтарыңызға байланысты мысалы сөздерді жаттығу, мысалы қазақ тілінде зат есімін өтсеңіздер, зат есімін толтыр деген сияқты стенаға барлық жерге парақтар өткізеді ғой, иә? Қазір әр топтан бір не таңдайсыздар, бір мұғалім жазып отыратын болып, қалғандарыңыз диктовать ететін боласыздар. Яғни ананы оқисыздар да, жазушыға келіп сол сөзді не оқыдыңыздар соны айтасыздар, ана жазушы соны жазып үлгеру керек. Мен жазамын. Келесі әдісіміз гүлдер әдісі. Біз сіздерге 3 түсті гүл бердік, иә? Осы әр түсті енді қазір топ мүшелері бір-бірлеріңізге бересіздер. Мысалы, жасыл түс ең көп көмектескен, яғни топта ең белсенді адамға бересіздер, иә, мысалы. Немесе сары түсті ең сыпайы, топтағы ең сыпайы адамға береміз. Және қызыл түсті ең жақсы тыңдай білген оқушыға немесе қазір мұғалімге береміз. Соңында кімде ең көп үлкен букет шықты, соны санаймыз. Назарларыңызға рахмет.